Бірде Лұқман Хаким өзінің ұлына айтады: "Ей ұлым," дейді, "жаман әйелден сақ болғын," дейді. Егер әйелің жаман болатын болса, сен қартаюдан бұрын ол сені қартайтып жібереді дейді. Өзіңіз ойнаңыз, күніге ұрыс жанжал, айтқаныңыз болмайды, балаға тәрбие берілмеген, үй таза емес. Былай қарағанда сіздің көңіліңізден шықпайды да. Адам баласы ашуланған сайын адам баласы нерві тоза береді. Адам соңында не? Жасынан бұрын қартаяды. Қазақ айтады ғой, "Сен мені өлімнен бұрын өлтіретін болдың ғой," дейді ғой. Сол сөзді былай қарасаңыз. Ене бұл кісі сөзін жалғастырады: "Сен Алладан," дейді, "жаман әйелдерден қорған тілегін," дейді. Бұл әдепсіз, ақлақсыз деген сөз. Қорған тілегін. Сен ізгі салихалы әйелге үйленуге әрекет жасағын, дейді. Егер сен салихалы әйелге қол жеткізсең, үйленсең, онда сен дүниенің мәңгілік бақытына қол жеткізесің, дейді.